қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен сіздерге бүгін Smiles кітабы бойынша 4-ші сыныптың жаңағы ағылшын тілі бойынша видео түсіндірме жасайын деп отырмын. Бұл кезде бізде ең бірінші бөлім Kazakhstan in the World of Sport, яғни Қазақстан спорт әлемінде деген бөлім бойынша түсіндірме видеосы болады. Бұл жерде тақырыптар Children's Games, яғни балалардың ойындары, әртүрлі Olympic Games, олимпиадалық ойындар, және де басқа да спорттық тақырыптар бойынша видео түсіндірмелер болады. Так, міне ең бірінші бізде мынандай спорттық суреттер тұрады. Сосын келесі бетте уже тапсырмалар кетеді. Look at the pictures, суреттерге қара дейді. Which is a team sport? Қайсысы жаңағы командалық спорт? Which is an individual sport? Қайсысы жаңағы жеке ойнайтын, яғни бір адамдық спорт? Is there a sport you can play really well? Осының ішінде, мына суреттің ішінде бағанағы сенің жаңағы жақсы ойнайтын спорт түрің бар ма дейді. Which of these sports are popular in your country? Осы спорттың қай түрі сенің мемлекетіңде популярны, яғни танымал дейді. Сосын келесі. Бэнди, футбол, айс хоккей, кросс-кантри скиинг. Яғни мына жерде спорттың тағы да түрлері жазылып тұр. Осы спорт түрлері туралы да айтса да болады негізі. Бэнди дегеніміз жаңағы доппен ойнайтын хоккей, футбол ол футбол, айс хоккей ол мұзда ойнайтын хоккей, кросс-кантри скиинг деген жаңағы шаңғымен жарысу, шаңғымен жүгіру дейме, солай. Келесі read and circle the odd one out, яғни мына оқып артық сөзді белгілеу керек. Мысалға мына футбол, мына сөздер ішінде қайсысы футболға байланысты емес, соны белгілеп қойған. Мысалға boots, ол бізде жаңағы футболға киетін кроссовки, аяқ киім, helmet, футболда helmet керек па, бас киім жоқ, қажеті жоқ, оны сызып тастайды. Сосын shin pads, ол жаңағы тізені қорғап тұратын, аяқты қорғап тұратын, жаңағы футболда киетін нелер, аяққа киетін заттар. Дәл солай енді айс хоккей, теннис, скиинг дегендерді жасау керек. Яғни стик дегеніміз ол таяқша, пак дегеніміз жаңағы неде мұз хоккейінде мынандай домалақ несі болады ғой, доп сияқты домалақ тақтайшасы ары-бері ойнататын сол. Сосын бол деген кәдімгі доп. И теннис, gloves, ол жаңағы қолбақтар, ракет деген жаңағы ракеткасы, бол, доп. Скиинг, скиз деген шаңғылар, бэт, ол жаңағы неде бейсболда ойнайтын, бейсболдың үлкен таяқшасы болады ғой, сол. Сосын полис дегеніміз жаңағы шаңғыны бітіп итеретін жіңішке таяқшасы. Келесі, listen, point and repeat, мына сөздердің барлығын тыңдап қайталау керек. Play hopscotch, play hide and seek, play leapfrog, have a sack race, play tag, play blind man's buff. Exercise 4, келесі, read, оқы дейді. Find some more sports facts. Мына жерде біраз жаңағы спорт туралы шынайы факттер бар дейді. Соны оқы дейді. Present them to the class, және олардың біреуін сыныпқа таныстыр дейді. Did you know? Сен біліп бедің дейді. It's bad luck to wear yellow clothes when you play tennis. Яғни теннис ойнағанда сары киім кию ол сәтсіздіктің белгісі дейді. In 1951 was the year when the Meadow Sports Center near Almaty opened. It's the highest ice skating rink in the world. 1951 жылы жаңағы Алматыдағы Meadow спорт кешені ашылған жыл дейді. Және бұл бүкіл әлем бойынша ең үлкен мұзды алаң дейді. Talk with your friend. Енді досыңмен сөйлес дейді. I sometimes play hopscotch with my friends. Me too. I don't play tag with my friends. Мына жерде жаңағы қандай ойынды жиі ойнайды, балалар ойын туралы сөйлесу керек. Келесі, Children's Games 2, бағана Children's Games 1 болған, енді екінші бөлімі. Listen, point and repeat, then match. Яғни бірінші тыңдау керек.
сосын көрсету керек, сосын бір-біріне сәйкестендіру керек. Play board games, яғни ол board games деген мынандай тақтайшалармен ойнайтын, яғни шахмат, шашки деген сияқты сондай ойындарға жатады. Juggle ол жонглерство, Do a jigsaw puzzle, яғни jigsaw puzzle деген пазл жасау. Play video games, ол видео ойындар ойнау. Go bowling, боулингке бару. Play chess, шахмат ойнау. Мына жерде тағы да мынандай board game бар екен, жаңағы нені. Мына жерде не ойнап тұр? Нелерді лақтыратын. Қалай айтса, шариктарды лақтырып, мына жерге сөздерді апару керек походу. Мынандай board game, яғни тақтайша ойыны бар екен. Келесі, read and choose, оқы және біреуін таңда дейді. You need 2 people to do this. Бұны ойнауға 2 адам керек. Juggle, жонглерствоға 2 адам керек па? Жоқ. Play chess, шахматқа 2 адам керек па? Шахмат ойнауға керек, осыны белгілеу керек. Келесі, you put pieces together to make a complete picture. Яғни сен бөліктерді біріктіресің, чтобы суретті шығару үшін. Ол қайсы екен, соны білу керек. You need a ball to do this. Бұны жасау үшін саған доп керек дейді. Clowns often do this. Клоундар көбінесе осыны жасайды дейді. You need a TV to do this. Саған бұны жасау үшін телевизор керек дейді. Келесі. Мынау қалды. Exercise 8. Let's play дейді. Яғни бір-біріне сұрақ қою керек екен. What does Mary do in her free time? Mary бос уақытында не істейді? Сұрақ қойып жауап беру керек. Енді study sport, яғни мына жерде грамматикалық қосымшасы бар. Every day is a busy day. Яғни маған күнделікті әр күнім менде бос емес дейді. Bob always walks the dog. Яғни көріп тұрсаңыз, always дегеніміз жасылмен тұр. Ол күнде, яғни әр қашан итін серуендетеді дейді. He usually helps his sister with her homework. Usually дегеніміз ол ылғида. Ол ылғида өзінің жаңағы әпкесіне немесе сестренкасына үй тапсырмасымен көмектеседі. He sometimes tidies the living room. Ол кейде, sometimes деген кейде өзінің кейде living room, қонақ бөлмесін кейде ғана тазалайды деп тұр. Бірақ птичкада кейде бұл. He never cooks a meal. Ол ешқашан тағам дайындамайды. X тұр, ешқашан жасамайды. What do you do every day? Ал сен не істейсің күнде дейді. Яғни мына жерде көріп тұрсаңыздар, үшінші жақта Bob немесе he деп тұрса, міндетті түрде осы шақта present simple'да s жалғауын жалғайды екенбіз. Обычно ол істейді деп айтқан кезде s-терді жалғайды екенбіз. Walks, helps, tidies, cooks деген сияқты s-ті жалғау керек міндетті түрде. Келесі exercise 9. Complete the questions and answer them. Яғни сөйлемдерді толықтырып, сосын оған жауап бер дейді. Мысалға, you live деп тұрса, where do you live деген сұрақ жасау керек. Дәл осылай, who Бауыржан Исламхан play for дейді. Who does Бауыржан Исламхан play for деп do немесе does көмекші есіктерін қойып сұрақ құру керек. Келесі, what do they do every day? Олар күнделікті не істейді? Match and say. Бір-біріне сәйкестендір және айт дейді. Мысалға, Гүлнара не істеп отыр? Board game ойнап отыр. Гүлнара usually plays board games деген сияқты солай жасау керек. Ұлан, оны күнде ойнайтын көрініп тұр, play chess. Ұлан always plays chess. Дәл осылай жасау керек. Келесі, over to you, яғни өзің жаса дейді. What do you always, usually, sometimes, never do at the weekend? Tell your friend. Яғни сен өзің ылғида, әрқашан, ылғида, кейде, ешқашан не істейсің, немесе не істемейсің, өзің досыңа айтып бер дейді сол туралы. Мысалға, I always watch TV at the weekend. Мен демалыс күндері әрқашан теледидар көремін деген сияқты. Осындай сөйлемдер құрау керек. Егер тапсырмалар түсінікті болса, видеом пайдалы болса, міндетті түрде лайк, комментарий күтемін. Подписка жасап алыңыздар. Келесі жолы келесі сабақты түсіндіремін.